Келесі біздің дайындайтынымыз осындай творожный пирог. Осындай әдемі жұмсақ болып шығады. Ең алдымен бізге тестасын жасап алу керек. Ол үшін ұнымызға шекерімізді саламыз. Сары майымызды саламыз. Сары майдың жақсысын пайдаланыңыздар. Разрыхлительдерімізді саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Осындай крошка болу керек. Енді жұмыртқамызды саламыз. Жақсылап иілеп, әдемі жұмсақ қамыр жасаймыз. Қамырымыз осындай болу керек. Холодильникке өздеріңіз білесіздер, жарты сағатқа кемі қойып аламыз. Енді ішіне кремін жасаймыз. Творогымызды өлшеп аламыз осылай. Ішіне қаймақ саламыз, шекер саламыз, және де жұмыртқа саламыз. Барлығын жақсылап блендермен езіп аламыз. Креміміз сұйықтау болып шығады, одан қорқудың қажеті жоқ. Кейін піскеннен кейін бұның бәрі қатып қалады. Осындай болып шықты. Енді қамырымызды алып формамызға жайғастырамыз. Енді массамызды құйып, өзіміздің қалауымызша кез келген жидекті пайдалансақ болады. Мен бұл жерде малинаны қолдандым. Духовкаға 170 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Дайын болған пирогты ыстықтай формадан шешудің қажеті жоқ. Формада кемі 2 сағат ұстау керек. Кейін холодильникке тағы да 1-2 сағатқа қойсаңыздар болады. Сол кезде кремі бір қалыпты әдемі болып шығады. Міне осымен 4 түрлі пирогтың барлығын жасап үйрендік.